Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін жаздың күні шөліңізді басатын мұздай көженің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, жасап көріңіздер. Сатылымға шығарсаңыздар да бір айда кем дегенде 300 мыңнан жоғары табыс табатын боласыздар. Ал бисмиллах деп бастайық. Бірінші жүгерімізді, одан кейін бидайымызды ыдыстарына салып, бір күн алдын жүгеріні де бидайды да бір күн алдын қайнап тұрған суға үстінен құйып бір тәулікке бұқтырып жіберетін боламыз. Біздің бидайымыз бен жүгеріміз ертеңіне дайын болып тұру үшін бір күн алдын осылай қайнаған су құйып, қайнаған суды бетінен бірдей қылып құйыңыздар, жауып тұру керек бетін. Сол кезде ісінеді, бұл бүкіл суын өзіне тартып алып, бидайымыз бен жүгеріміз дайын болып тұрады. Ертеңіне қайнатып істей беретін боласыздар. Ал ертеңіне алып, барлық су тартылып, біздің жібіп қалады. Енді осыны 2-3 есе тазарғанша жуып аласыздар. Мұздай сумен, салқын сумен жуып алып, дайындап алатын боласыздар. Одан кейін қайнатуға жібере берсеңіздер болады. Кастролымызға суымызды көбірек қылып құйып, ішіне жүгеріні, бидайды салып 3-4 сағатқа қайнататын боламыз. Ішіне тұз салыңыздар. Менде тұз салу түспей қалыпты. Ішіне тұз салып жіберсеңіздер, баяу отта 3-4 сағат қайнатсаңыздар, өте әдемі болып пісетін болады. Мінекей біздің көжеміз уже пісіп дайын болып қалды. Суытуға жібереміз. Менің жаңа ыдысыма симай, басқа ыдысқа ауыстырған болатынмын. Мінекей пісіп дайын тұр. Енді суыған көжеміз дәл осындай болады. Су құйып және еселеп алсаңыздар болады. Енді бұған үйдің айранын қосатын боламыз. Дәл осы айранды ситадан өткіземіз. Ситадан өткізуіміздің себебі ішіндегі қаймақтары түйіршік болмай әдемі болып шығады біздің жүгері көжеміз, салқын көжеміз. Осылайынан барлығын өткізіп алатын боласыздар. Осылайынан өткізіп, одан кейін сүзбені де кішкене суға ертіп жеріп, оны да осының үстінен ситадан өткізіп аласыздар. Сол кезде біздің көжеміз өте дәмді болып шығады, әрі қою болып шығады. Осылайынан барлығын өткізіп алып, араластырып, бір келгенше осылай араластырып аласыздар. Менде бұл жерде 1 литр айран құйғанмын. Сіздерде осылай шама шарқына қарап өзіңіз қоссаңыз болады. Өте дәмді көжелердің бірі. Ыстық күнде сусыныңызды басатын болады. Өте дәмді көжелердің бірі болып шығады. Жасап көріңіздер, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәл мен істегенде істесеңіздер, ешқашан өкінбейтін боласыздар. Мінекей біздің көжелеріміз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.